Сырты қытырлақ, іші жұмсақ, қаттама нан жасаймыз. Бисмилля деп бастаймыз. Ең алдымен жылы сүтке тұз, дрожь салып араластырамыз. 350 грамм ұнға сүтті құйып, араластырып қамыр илейміз. Қамырдың бетін жауып 30 минутқа жылы жерге қоямыз. 30 минут өткен соң қамырды 5 бөлікке бөлеміз. 100 грамм сары майды ертіп, бетіне 50 грамм сұйық май құйып араластырып дайындап қоямыз. 4 қамырды жұқалап жайып, бетіне дайындаған майды жағып, видеодағыдай орап дайындап қоямыз. Оралған 4 қамырдың бетін целлофанмен жауып, холодильникке 5 минутқа қоямыз. Майы қату керек. 5-ші қамырды жайып, майын жағып, бетіне 4 қамырды төсеп, қамырды 4-ке бөліп түйеміз. Қызып тұрған орташа температурадағы құрғақ табаға қамырды салып бір қызартып аламыз. Қамырдың бетіне алдында дайындаған майымызды жағып, қамырдың әр бетін 7 минуттан бетін жауып пісіреміз. Плитада пісірілген қаттама нан дайын. Нанның сырты қытырлақ, іші жұмсақ, өте әдемі дәмді болып шықты. Қамырдың 2-ін плитада, қалған 2-ін духовкада дайындадым. Духовкаға кететін 2 қамырдың бетіне жұмыртқаны жағып, күнжіт септім. Талғамға қарай қаттама нанның арасына көк жуа салып пісірсеңіз болады. Алдымыздағы 2 нанды салыстырсақ, плитада піскені майлылау болып шықты. Ал духовкада 180 градуста 25 минутта пісірдім. Астарыңыз дәмді болсын.